Сұрапыл соғыстың біткеніне де 75 жыл шамасы болса да, хабарсыз кеткен, ерлікпен шайқасып қаза тауып, ұмыт болған есімдер қаншама. Қолыма 1944 жылы 22 тамызда шыққан Советтік Қарағанды газетінің 106 нөмірінде танкшы қазақ қыздары деген Топатай Жүнісовтің тура фронттан келген мақаласы жүрегімізді дүрсілкіндірді. 1944 жылы 7 маусымнан бастап кеңес әскерлері Литваны азат ету үшін Багратион операциясын бастады. Адольф Гитлердің өзі бұл Литва жерін крепость, яғни мықты бекінісім деп атаған. Себебі ең жақсы қаруланған фашистердің дивизиясы тұрды. Вильнюс, Каунас қалалары үшін қанды шайқас басталды. Өте әдемі зәулім сәулетті үйлердің арасынан ойламаған жерден Т-34 танкісі атып шығып, шапшаң қимылдап, зеңбірегімен де, пулеметімен де оқ жаудырып, неміс артиллериясын әбігерге салады. Танкінің жылдам қимылдауының арқасында фашистердің 5 огневой точкасын 2 дзот қорғанысын жойып жіберді. Зеңбіректерін тастап, неміс солдаттар тым тырақай қашады. Кеңес әскерінің танкілері мен жаяу әскеріне жолды осылай ашып берді. Осы 7 күн аралығында қаланы толығымен азат етті. Осындай батыл қимыл жасаған, соғыс маневрін жақсы білетін тамандылығы мен қажырлығы үшін сол Т-34 танк экипажымен танысуға барған бетім еді. Танк люгі ашылып, ішінен орта бойлы, көзі күлімдеген омырауында Затвагу медалі жарқырап, экипаж командирі кіші сержант шеніндегі Жамал Байтасов еді. Артынан механик жүргізуші Күлжамиля Талқанбаева, оқпен дәнекерлеуші Күлкен Тоқбергенова және мерген атқыш связист Жәмиля Бейсенбаева еді. Қазақтың қыздарынан құралған экипажды көргенде не дерімді білмей, айналайындар, қарындастарым, қайдан жүрсіңдер деген сөз ғана аузыма түсті. Қарағанды аумағынанбыз деп жымиып жауап берді. Жамалмен сөйлескенімде өзі сөзге шешен, байсалды, елмен тез тіл табысатынын байқадым. Экипаж 3 рет марапатталған екен. Олардың негізгі мақсаты ең бірінші болып жау тылына кіріп, барлау жасап, танк колоннасына жол ашу болып табылады. Бөлімшелердің барлығы бұл экипажды бомба деп атайды екен. Расында да әскери машинамен өлімнің аузына барып, фашистерге үрей тоғызып, алғашқы соққаны өздеріне алатын темір тұлпардағы қазақ қыздарының намыстары қандай. Ел аузындағы қазақ қыздарының танк экипажы осы Литва аумағын азат ету барысында ерлікпен қаза тапты. Осындай аты ұмыт болып, ерліктері елеусіз қалған текті ұрпағымыздың ұл қыздары қаншама. Іздеу салайық, ерліктерін аңыз етейік, тарихқа енгізейік, ұрпаққа үлгі болсын. Ерліктерің мен аттарың мәңгі өшпес, текті ұрпағымның қыздары. Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов.